Баршаңызға сәлем, менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен сырный суп жасаймыз. Бұл тағам өте тез дайын болады, әрі өте тойымды, сондай дәмді болып шығады. Әдетте тамақ пісіретіндей, ең алдымен майымызды қыздырып, пияз, сәбіз, сосын картопымызды қуырып аламыз. Қатты қызартып қуырмаймыз, шамамен 2-3 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Екі-үш минуттай қуырып болған соң, үстінен бульон құямыз. Яғни еттің сорпасын құямыз. Менде қой етінің сорпасы. Жақсылап араластырып, жаймен қайнатамыз. Егер қайнаған кезінде су тартылып азайып қалса, үстінен қайнаған су құйсаңыздар болады. Сәбіз картопымыз піскен кезде осылай блендермен еземіз. Міне жаңағы сорпамыз крем сияқты қоюланды. Енді оның үстінен сыр саламыз. Осы жерде дәмін көріп, егер тұзы жетпей жатса, тұз салсаңыздар болады. Және де сырымыз осылай ерігенше қайнатамыз. Міне қараңыздар, консистенциясы осындай қою крем сияқты болуы қажет. Сырный супымыз дайын болды. Бұл тағам өте тез дайын болады. Егер жаңағыдай ет қайнатып, ет пісіруге уақыт болмай жатса, осындай тамақ жасап жүрсеңіздер, әрі тойымды, әрі дәмді, әрі тез дайын болады. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Балжан, және де мен каналым қазақша рецепт.